Бәріне сәлем. Менің есімім Айбат Мұхамеджан. Назарбаев университетінде оқимын, 2-ші курс экономика. Всем привет, меня зовут Азиза, я учусь на 4-м курсе в Евразийском национальном университете. В этом году была в Америке по программе Work and Travel, и я хочу поделиться с вами обо всем. Work and Travel'ға жинаған документтерім өзі 3 кезеңнен тұрды. Яғни бірінші кезеңде ол өзі Work and Travel'дың, яғни спонсорлардың документі, контрактты толтырғаннан кейін оның копиясын жіберу. Екінші сіздердің удостоверение личности. Үшінші ол осы университеттің справкасы, яғни университетте, қай университетте оқитыныңыз жайлы мәлімет. Төртінші сіздің транскриптіңіз, яғни қандай GPA-іңіз бар, қандай сабақтардан қандай бағаларыңыз жайлы мәлімет қосу. Және бесінші ол айтып кеткендей, контракты толтырғаннан кейін сізге Work and Travel үшін ақша төлеу керек болады. Соны төлеген жайлы парақтың копиясы керек болады. Округленно максимум, $3000. Это примерно миллион. Если минимально, тогда 800 тысяч тенге. Ну что ж, первое это $1000 это за программу, потом $300 это за job offer, потом на визу примерно 60 тысяч тенге и на билеты 200 тысяч тенге туда и обратно. Общая стоимость ол спонсорларға байланысты. Әр спонсорлар әртүрлі баға қояды. Алайда менің программам, яғни мен ЦМО-мен бардым, Центр международного обмена, ол $1090 болып шықты. Бұлайша ақшаны жарып шығарғанда общий стоимость дейміз $2000-нан $3000 дейін кетті. Көбіне орталама баға $3000 болады. Ол жаққа визаға төлеген ақша, ол жаққа барып келуге, және де ең басында өзіңізбен $800 алуды санағанда общий $3000. Ал кезеңдермен айтатын болсақ, программа $1090 болды. 25000 ол первый взнос, екінші ол перелетке, яғни ұшақпен ұшуға $700-800 дейін кетеді. Үшінші ол визовый сбор дейміз, оғанда $250. Және де орталама ол $3000 шықты. Собеседование самое важное на все собеседование. То есть это самое главное. И это, знаете, когда будет? Это в апреле будет. С апреля до мая. То есть екі ай болады. Сен өздері күндерін назначать етеді. И это самое главное. То есть сен ол собеседование өтсең, сен барасың, өтпесең, бармайсың. И өтпей қалған жағдайда сенің жарты ақшаны тастап қалады. Примерно визаның ақшасымен сенің job offerге төлеген ақшаны тастап қалады. И еще комиссиялардың бәрін тастап қалады. Еще спонсордан, по-моему, 30% стоит, если не ошибаюсь. Да. В общем, бүкіл жинаған, мысалы, 500 мың төлеп қойдың ба, соны примерно 250 мың қайтпайды. Я вам так скажу. Это главный минус. Собеседование жайлы айтатын болсақ, білуім бойынша, Трамп отырғаннан кейін көптеген отказдар бола бастады. Көптеген балалар Америкаға бара алмай жатты. Мысалы, мен барғанда 6-ауымыздан 2-умызды ғана алды. Собеседованияны жақсы өту үшін біріншіден ол сұрақтарға дайын болу. Яғни менің өзімнің жеке тәжірибемде достарым тек сұрақ жаттап, ағылшын білмей Америкаға өткендері бар. Яғни сұрақтар basic дейміз ғой, адамдарға түсінікті сұрақтар болады. Яғни қай жерде оқисың, қандай атанаң кім болып істейді, достарың, қанша достарың бар деген сияқты жай сұрақтардан болашақта кім боласың, және бір өзің мысалы тіл білсең, тілді де сұрап қалуы мүмкін. Ең бастысы собеседованияда уайымдамау, екінші өзіңе сенімді болу, үшінші сұрақтарға дайын болу. Әр спонсорда өзінің собеседование жайлы топ 30 сұрақтары бар. Оны интернеттен де жүктей аласыздар, және сонымен дайындалуға болады. Job offer жайлы бәрін жаттап алу. Сізге қанша төлейді, неше ай боласыз ол жақта, сіздің бастығыңыздың аты кім, соған дейін менен сұраған. Общий собеседование бір 10-нан 15 минутке дейін болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда 2 минут болуы мүмкін. Кейбір балалар өтпеді, өйткені GPA-лар төмен болды. Оны да бірақ айтсаңыз, яғни не үшін GPA төмен болды, неліктен төмен болған, сонда ол сіздерге approve, яғни Америкаға баруыңызға қол қояды.
ол көптеген адамдар Америкаға барарда Америкада қалып қояды. Яғни олардың сұрақтары: магистратура бітіргеннен кейін қайда істейсің, бітірмесең қайда барасың? Яғни олар мені көбіне сол сұраққа реттеді. Мен көбіне айтқан жауабым: Қазақстанда қалам, яғни Қазақстанға қайтам, бұл жерде менің мекенім деп жауап қайттым. Бұл яғни 100%-дық сіздің Америкаға баруға шансыңызды көбейтеді. Өйткені олардың қорқуы, яғни статистикаға жүгінетін болсақ, 20-дан 30%-ға дейін өкінішке орай балалар Америкада қалып жатады. Что өту үшін не істеу керек? Бірінші, быть уверенным в себе. Во-первых. Во-вторых, знать английский, хотя бы разговорный, чтобы общаться с комиссией. Сұрақтар өте қиын емес, просто сен атаңнан кім болып жұмыс істейді, Америкаға не үшін барасың? Болды, сен даже бір-ақ сұрақ қоя салады. Сен кірдің и саған мынандай сұрақ қой, типа Америкаға не үшін бара жатсың? Сен айтасың, то, что мен Американың культурасын изучать етуге бара жатырмын, және ағылшынды дамыту үшін. Болды. Осы екі жауапта жазсаңдар, все. Сені Америкаға қабылдайды. Артық айтуға болмайды. Америкада қалам, Америка ұнайды. Вау деп айтуға да болмайды. Сені, жібермей қояды. Job offer деген, ол яғни екінші кезеңде сіздің документіңіз жіберіледі Америкаға. Қандай жұмысқа, бастығыңыз кім, неше ақша төленеді. Бұрында job offer деген болмайтын, яғни соңғы 5 жылда енгізілген инновация. Job offerдің жақсы мәселесі: сен келгенде сенде қолыңда контракт бар, бастығының аты бар, және де Америкаға да көрсетесің, қайда істейсің, неше сағат істейсің. Яғни ол сізге берілген жұмыс жайлы мәлімет. Бір жағалап